Енді келесі бізде графический заменадан кейін карта видов деген нәрсе бар. Сіздерде мына жақта енді разъеткілер пайда болды. Енді мына жақта бізде карта видов деген бар. Мен мысалға слойларды Ctrl-L-ді басып, розеткілді іздеп, екеуін ашып, мына жақта общий деген, обменный планда тұр ғой мынау. Общий дегенді өшіріп, размер общийді өшіріп, зонаны өшіріп, сөйтіп жүргенге қанша уақыт кетеді. Сіз оны қайта жасай берсеңіз, сізде 1 сағат, 2 сағат бір проектте артық уақыт әшейін жиналып қалады. Сол үшін ондай уақытта жұмыс уақытына жібермей, барып ұйықтауға жіберу үшін қазір біз жарты сағат уақытымызды бөлеміз да, зато кейін каждый проектте 1-2 сағат көбірек ұйықтаймыз. Енді оны қалай жасаймыз? Мына бізде карта видов деген керек. Ол үшін бізге комбинация слоев деген керек. Егер де сіз Ctrl-L-ді бассаңыз, мына жақта менде комбинация слоев деген ашылып тұр. Егер де сіздерде менің алғашқы проекттерімнің бірі түрі бір ұсқынсыз болып тұр. Соны жасап көрсетемін сіздерге. Слоевский дизайн. Енді Ctrl-L-ді бассақ, менде мына жақта пустой. Өзінің архикаттың несі ғой, по умолчанию жүретін комбинациялар. Енді осыны біз список қылып жазып шығамыз. Мына списокқа көшіреміз. Мұнан скриншоттап жазып шықсаңыздар да болады негізі. Мысалы 0.1 обменный план. Деп 2 план демонтажа деп просто пока что аттарын өзгертіп шығамыз. План аттарын өзгертіп, списогын біздің проектіге сай етіп жазып шығамыз. Үстіп полный жазып шығасыздар. Мынандай қылып көріп алдыңыз, схема пландажный план, план основ мебель, план розеток, осветительный прибор, выключатель. Үстіп сөзбе-сөз жазыңыздар сіздер. Мына жерден бітеді ғой, міне 10-нан бітеді. 11-ге план теплого пола. Новая здесь 11 пробел план теплого пола деп Enter. И сөйтіп новая деп үстіп 15 не жазып шығасыздар. Давайте жазып шығыңыздар, мен күтіп тұрайын. Деп ойнайтын так. Енді қараңыздар. Обменный план деп жаңа жаздым. Енді розетка дейін жаздым. Сіздер полный жазып шығыңыздар. Мынаның бәрін 15 строка әр планның атауын жазып шығасыздар. Сосын біз мына жаққа кіреміз да. Мына сізде список болып тұру керек етпекші. Сосын мысалға мына 2 узловая точка деген таңдаймыз. Мен алады өшіре салайын, чтобы шатаспау үшін. Сөйтіп, окей деп бір сақтап алайын. Ctrl-L-ді басып қайтып ашамын. Енді план розетка дейін тұр. Таңдаймыз мысалға 2 узловая точка. Мынаның ешқайсысында керек емес бізге. Бізге мысалға мынаның бәрі тоже. Отопление, анау. Меп электрооборудование деген бізде освещение керек мысалға. Мына жақта қанша бұл? План осветительный прибор 6, как раз 6-шы екен. 06 план осветительных приборов. Меп электрооборудование бізде демонтажда керек емес, розетка керек емес. Бірақ мынада керек, сол үшін мынада көзін қалдырам. Электрооборудование, освещение потолка ғой. Тек осветительных приборовта көріну керек. Аннотация выносная надпись деген тұра берсін. Мысалға бізде интерьер мебель обменный планда керек емес, демонтажда керек емес, монтажныйда керек емес, расстановкада ғана керек. План розетка графический заменамен бірге керек. План осветительных приборовта керек емес. Балки обменный планда керек, наоборот. Монтажда керек. Расстановка мебели. Балки емес, барлығында тұра берсін. Колоннада то же самое, барлығында көрініп тұрсын. Так, дальше. Лестница барлығында көрініп тұрады.
Навесные стенеден керек емес. Ограждение перекрытие деген керек емес негізі. Стены несущие барлығында көрініп тұрады. Несущие да несі барлығында көрініп тұра берсін. Маркер развертка, мысалға мына списокта жаздыңыздар ғой, сода схема развертокта көрініп тұрады. Мысалға маркер развертка аның бәрінде көрінбейді, тек схема развертокта ғана көрінеді. Солай ғой, міне список жазсақ, списокты ашсақ, мысалға көрініп тұр қайсысында. Балки барлығында көрінеді, разводкада көрінбейді. Не үшін? Өйткені мен сызықтарға мешать кеткен соң жауып тастағам. Колонна барлығында көрінеді, лестница барлығында көрінеді, стена барлығында көрінеді. План розеток тек план розетокта көрінеді. Размер розеток то же самое, барлық тек розеткада көрінеді. 2 общий деген жауып тастағам. Ондан бәрін жауып тастағам. Мына электрооборудование тек разводка мен осветительный приборда. Аннотация конструктив. Так, выноска мебели деген негізі выноска болатын болса, план расстановкада көрінер еді. Мен выноска қолданып жүрген жоқпын, сол үшін жауып тастағам. Демонтажный план деген слой план демонтажда көрінеді. Зона деген, өтірік зона, екінші зона. Интерьер мебель, план расстановка мебелиде, план розетокта, выключателейде, план сантехника плинтусов разверткада көрінеді. Тек расстановкада өзі көрінеді. Қалған бәрінде графический заменамен көрінеді. Бәрінде жоқ, карниз деген керек емес. Бәрі жабық. Маркер развертка, міне схема развертокта ғана көрінеді. Монтажный план тек монтажный планда көрінеді. Отделка пол тек план полада, отделка потолок тек план потолковта, план выключатель мен разводкада көрінеді. План демонтажа, енді екі слой екен ғой, план демонтажа, мынаны өшіріп тастасам болады. План настенных деген разводка мен осветительный приборда, немесе настенный деп екінші план, екі планда көрсетем десеңіз, мына жерге тағы қосып жазасыз. План настенных осветительных приборов. Мен енді потолок пен настенныйды бәрін бірге жазып істеп жүрмін. Бәрін бір планға сыйғызып жасай алсаңыздар, солай жасасаңыздар болады. План розеток, мысалға тек розетокта, план сантехника тек план сантехникада, плинтус тек план плинтусовта, размер то же самое. Покраска стен деген пока жоқ, мен де қолданып жүрген жоқпын. Разводка освещения, план разводка освещения осветительных приборовта ғана. Размер деталировканың бәрі керек емес. Размер дверей тек план дверейде, размер мебели тек план расстановка мебелиде, размер выключательде. Түсінікті ғой, иә? В общем, қай слой ашылады, соны қайсысында көріну керек екенін көрсетіп шығуымыз керек. Размер освещения тек план осветительных приборовта, размер розеток план розетокта, теплый пол тек план теплого полада, чертеж рисунок бәрінде жабық, бәрінде жабық. Окей, сөйтіп жазып алғаннан кейін сіздерде мындай комбинация слоев ашылады. Ол бізде астында мына жақта да тұр. Міне слой и комбинация слоев. Мына жақтан уже былай кіре берсеңіз болады. Енді комбинация слоевты жасап болғаннан кейін бізге карта видов жасау керек. Карта видов деген ертең макетке салған кезде керек болады. Ол не? Мысалға бізде басында мынандай болып тұрады. Карта видовта ештеңе жоқ. Біз ол үшін карта видовқа кіреміз да, сөйтіп папка создать етеміз. Папканы атауын планы деп жазамыз. Сөйтіп оны үстіне алып барайық. Қайда кетіп қалды? Үстіне алып барайық. Ең үстіне қоямыз. Мына жерге. Планы дегеннің ішінде сохранить текущий деген бар. И мынаның үстіне мышканың оң жағымен басып сохранить текущий вид.
басай қал. Енді ID специальный, жоқ, согласно карте проекта, имя специальное, первый этаж емес. Біріншісі бізде обменный план. Енді комбинация слоев бізде ол обменный план. Масштаб 1:100 болып қала берсін. Показ конструкции деген керек емес. Набор перьев деген тиіспей қоямыз. Проект деген бізде мына жерде мындай нәрсе бар. Осы жерде біз осыны қоссақ болады. Қазір пока бұны тиіспей тұрайын. Графическая замена без замены. Вот, создать дейміз. Міне обменный план деп. Ештеңе жоқ болып кетті. Стены несущие. Общий размер көрмеген ғой. Общий размер обменный планда көрінеді, мына бәрінде көрінбейді. Зона мынада көрінеді, мына бәрінде көрінбейді. Окей. Міне. Ойбай, алыс болып кетті. Вот, енді обменный план деп кірсек, міне, не көріну керек, бәрі көрініп тұр. Дұрыс, лестница жоқ. Ctrl-L-ді басамыз. Лестницаны іздейміз. Лестница обменный планда көріну керек. Окей. Міне. Енді обменный планның видін қойдық. Мен жаңа не айттым? Мысалы, обменный планда бізде есіктер негізі тұрмайды. Барып замер алған кезде есіктер тұрмайды. Оны қалай жасаймыз? Мына жерде бізде архитект жоқ. Проект планы деген бар. Бұл бізде параметры модельного вида деген. Осыған кіреміз. Новая дейміз. Новая емес, даже бар ғой. Мынаны өзгерте салайық. Атауын өзгертейік. Мына жер өзгереді. Атауы обменный план болсын. Өйткені бізде мен тек осы обменный планда ғана өзгертемін бұны. Обменный планда бізде колонны с осями көріне берсін. Балки только оси емес, контуры и оси тұрады. Двери показать только проемыға өзгертеміз. Сізде полный показ двери де тұру мүмкін, есік көрініп тұрады. Бізде есік көрсетпеу үшін жасап жатырмыз. Сол үшін показать только проемы. Окон көрініп тұра берсін. Световые люки, отверстия, там анау. Окей, қалғанына тиіспей қоя саламыз. Окей дейміз да. Енді біз обменный планда міне есіктер жоқ болып кетті. Енді біз карта видовты обменный план видов жасап қойдық қой. Ол бірақ білген жоқ мынаны. Оған барып айтамыз: братан, параметры вида сенде параметры модельного вида плана емес, обменный планда тұрады сенде деп. Окей дейміз. Сонда біз мына жаққа видтан обменный планға кірсек, есіктер жоқ. Тек проемдар болып қалды. Дұрыс болды. Енді дальше сіздерге былай көрсете салайын. На каждый видтің параметрін көрсетем сіздерге. Сіз жаңағыдай мышканы оң жағын басып, сохранить текущий вид дейсіздер да, мына жерге сол параметрлерді жазып шығасыздар. Мен каждыйын қазір көрсетем. Скриншоттап алсаңыздар да болады. Обменный планды көрсеттім. План демонтажаны, параметры вида. Міне план демонтажа, екінші аты план демонтажа, комбинация слоев план демонтажа, параметр модельного вида обменный план, себебі проемдар әлі жоқ, тек мебельді есік қойылады. Графическая замена жоқ. Фильтр реконструкции, демонтируемые элементы деген бар. Бұл не? Осыны қоясыздар, мынаны полный осыны жасап шығасыздар да. Окей дейсіздер. Сіздерде демонтажы пайда болады. Енді жаңағы демонтируемый план состояния деген не ол? Ол мына жерде астына түсеңіздер, планируемый состояние дегенде тұр. Бұл бізде параметры фильтров реконструкции. Ол бізде мына жерде тұр. Мен мынаған қойсам, мына бұзылатын заттар шығады. Бұл монтажный, демонтажный пландар жасалатын нәрсе. Мысалы, мына есікті мен бұзып, сәл кішірейтетін болдым. Сол үшін мен не істеймін? Мына есікті обменный планға барайық. Менен көшіріп қояйын да. Менде басында мына есік мынандай еді.
мына жер прямой наличка ертең сыймай қалады мына жерге ше. Мына жердің наличка сыймай қалады. Сол үшін мен не істедім? Мына проемда көшіріп, бірінші көшіріп қойдым. Сөйтіп біреуін демонтируемый элемент қылам. Классификациясына кіремін да. Мына жерде статус реконструкции деген сіздер существующий деп тұрады. Соны демонтируемый дегенге өзгертемін. Сол кезде демонтируемый заттарды көрсет деген кезде мынау енді не бұзылатынын түсінбей тұр ғой, енді былай. Сонда екіншісін біз демонтируем элементы после демонтажа деген екінші есік таңдаймыз да. Демонтируем емес, бұны новый дейміз да. Сөйтіп оның несін кішіретеміз. 1010 ба 900 болып. Значит, мына есікті жаңадан қойдық. Мына басындағы есікті бұздық. Сол үшін план демонтажада бұл енді көрінбейді, бірақ новый элементтерді мына жерден стена өседі деп көрініп тұр. Түсінікті болу үшін сіздерге көрсетейін. Мына жақта бар ол. Бізде мына жақта басында объемный планда қабырға бар еді. Осыны бұзамыз деп шештік. Сол үшін мына қабырғаны таңдадым да мен. Параметріне кіріп, классификациясына кіріп, мынаны статус реконструкцияда демонтируемый деп көрсеттім да. Сөйтіп бізде мына жақта басып демонтируемый элементтерді көрсеткен кезде мына стена полный бұзылатын болды деп бізде көрсетіп тұр. Енді бұл қабырға жылжитын болды мына жаққа. Оны мен қабырғаны алып мына жерден жылжитын болды деп айтты. Оның бір талшынасы 120 болады деді. Окей дедім да. Оның еще несі болады, есігі болады деді. Мына қабырға уже обменный планда жоқ, бірақ новый стена параметрына кіремін да. Существующий емес, новый деп окейді басам. Енді статусқа кіріп новый элементті көрсет десек, менің қазір сызған қабырғам міне тұр. Бірақ оның негізгі размері мына жерде. Сөйтіп сызамыз. Барлық новыйдан шығатын стеналарды осылай сызып шығамыз. Бұл сол нәрсе. Отдельный видеода да негіз түндесем болады. Сол үшін бағана разведкада жасадық қой, мынаны біз ше. Сол үшін мынауда мысалға бұл новый элемент болады. Существующий емес, новый элемент. Бұл гипсокартонмен өсірілетін нәрсе. Бұл даже бар 3D-да көрінеді. 3D-ға кіріп, алыстатып, планируем состояние новый элементтерді көрсеттесек, 3D-да да қай жер қосылады, соның бәрін 3D-да көк қылып көрсетіп тұр. Бұл сол нәрсе. План демонтажада параметрі видында фильтр реконструкция бізде демонтируемый элемент деп тұрады. Бұл архиватта бар. Просто қойып шығамыз болды. Біз просто графический заменада бұзылатын нәрсені қызылмен көрсет деп өзгерттік. Сол ғана. Енді монтажный планды көрсетем. Параметры вида монтажный план. Мынаны полный қойып шығасыздар. Монтажный план. Осыны жасап шығасыздар. Фильтр реконструкция ғана новый элемент болып өзгереді. Мынау әлі есігі жоқ болып тұр. План расстановкида мына жерде уже чертеж деп өзгерді, себебі бұл жерде есік көріну керек. Комбинациясы расстановка мебель, фильтр реконструкция, планируемый состояние. Уже соңында не шығады, соны көрсетеді. Бұл жерде ештеңе жоқ. И дальше параметры вида тек графический замена мебель қосылады, өткен артында мебель болып тұр көрінеді. План розеток болады, план розеток, чертеж болды, басқа ештеңе жоқ. Планируем состояние, дальше тек планируем состояние болады. Осветительный прибор, комбинациясы осветительный прибор, чертеж без замены, планируемое состояние. Выключатели, план выключателей, чертеж, артына мебель қосқан бұда, планируем состояние. Атын жазасыз. Комбинациясы разводка, чертеж без замены, планируем состояние. Сөйтіп, мынаны да сөйтіп жасайсыз, көріп алдыңыз ба? Мынаны да осылай теплый болды. Ары қарай ештеңе өзгермейді, тек мынау өзгеріп отырады, по идее. План сантехники, план плинтусов, план дверей,
атын жазасыз, нөмірін жазасыз, схема разверттік деп жазасыздар. Болды, сонымен карта видов деген осы. Енді слой ашып жүрмейсіздер. Монтажный план керек па? Монтажный план десеңіз өзі аша салады. Остановка мебель дедіңіз ба? Остановка мебельді аша салады. Каждый размерін бөлек, розеткасын бөлек ашып жүрмейсіздер. Сол жері жақсы.